Құқықтық мемлекет құруда алдымен азаматтардың құқықтық мәдениеті мен білімінің неғұрлым жоғары деңгейде болуы қажет. Осыған орай облыстық әділет департаменті мамандары әділет органдары кеңес береді атты акциясын республикалық акция аясында Қаралтөбе ауылдық округінде болып тұрғындармен кездесті. Нұр Отан партиясының облыстық филиалымен бірлесе өткізілген акцияның негізгі мақсаты әр топтағы азаматтарға құқықтық кеңес беру, құжат рәсімдеудің жолдарын көрсету. Сондай-ақ департамент қызметкерлерімен қоса сот орындаушылары, өңіріміздің білікті заңгерлері мен ішкі істер департаментінің көші-қон полициясы мамандарынан жасақтаған ақпараттық насихаттық топ ауыл тұрғындарына жан-жақты кеңес берді. Әділет департаменті тарапынан заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, жылжымайтын мүліктерді мемлекеттік тіркеу, зияткерлік меншік құқығын қорғау, азаматтық хал актілерін тіркеу және мемлекеттік және жеке сот орындаушыларының қызметтеріне қатысты халыққа түсінік берілді. Халықтың қойған сұрақтарына біздің мамандар толық тұшымды жауаптар берді. Бұл акцияны біз алдағы уақытта жалғастыратын боламыз. Аталмыш акция барысында тұрғындар бірнеше жылдан бері көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап іздеп, мамандардың ақылына жүгінді. Солардың бірі Гүлжазира Иманғалиева. Ауыл тұрғынының жолдасы шетел азаматы болғандықтан тұрақты жұмысқа орналасуы қиын екен. Ал азаматтық алу мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Бүгінгі әділет кеңес береді деген осы тақырып акциясы бойынша өзімнің сұрақтарыммен келгем. Жоғары жақтан нелерге әділет нелеріне жолдаймыз, көмектесеміз деді. Көп рахмет, осындай акция өткізіп, халықтың шешілмей жатқан мәселелерін шешіп көмектесіп жатқандарына. Гүлжазираның талап арызын сала мамандары арнайы хаттамаға енгізіп, бұл мәселеге қатысты тиісті жұмыстар жүргізілетінін жеткізді. Осылайша әділет кеңес береді акциясы алдағы уақытта да жалғасын таба бермек. Бексұлтан Аймағамбетов, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.